Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, Павлодар ауданындағы бірнеше ауылдық округтер тұрғындарының жол мәселесі шешімін тапты. Аудандық және облыстық бюджеттерден шалғай ауылдардағы кірме жолдарды реконструкциялауға қаражат бөлінді. Жаңартылған жол төсемінің сапасы қандай? Алдағы сюжетте. Кемеңгер ауылдық округінің Шаңды ауылында көлікпен жүру мүмкін емес еді. Тұрғындар саны 152 адамды құрағанымен жол төсемін жаңарту қажет болған. Өйткені көптеген жылдар бойы жаңбыр кезінде жолдарда су шайып кетіп, көлік қозғалысын қиындататын. Жергілікті атқарушы органдар іс-әрекетінің арқасында Шаңды ауылының тұрғындары енді мұнда кедергісіз жүріп тұра алады. Биыл міне ауданнан ақша бөлініп 25 миллион коридор строй істеп, мамыр айында бастаған. Бір аптаның ішінде бір шақырым жолды істеп бітірді. Халқымыз риза. Шегендік Саханов Шаңды округінде туғаннан бастап тұрады. Ауыл тұрғынының сөзінше проблемалық жағдайды шешу туралы өтінішпен жергілікті билікке ақсақалдар да, мектеп оқушыларының ата-аналары да жүгінген. Бізде жол болған жоқ. Атымен міне көктемде қар еріген кезде балшық болатында, машинамен кіріп шығуымыз өте қиын болатында. Биыл міне жол істеді. Рахмет. Үкіметімізге рахмет. Павлодар ауданының тағы бір ауылдық округі Кеңес елді мекенінің кіреберісінен бөлек екі ауыл арасын жалғайтын қосалқы тас жолда қалыпқа келтірілді. Бұған бюджеттен 71 миллион 600 мың теңге қаражат бөлінген. Жолдың шетін көтеріп, жол белгілерін қойып, асфальт төсеп, осы мамыр айының ортасында барлық жұмыстарды сапалы және жақсы аяқтады. Айта кетейік, жыл басынан бері ұзындығы 4,5 шақырымды құрайтын Мичурина Үміт апа ауылының жол төсемесі қайта жаңартылды. Сондай-ақ ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында кент ішілік жолдарға жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Зұлқарнайыр Мұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат, Павлодар ауданынан.